Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен мен Боташка. Бүгін біз каналымызда сіздермен қатпарлы самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен үлкендей отысымызды алып, бөлме температурасындағы суымызды құямыз, содан соң тұзды салып, және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз еру қажет. Тұз ерігеннен соң ұнымызды салып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Қамырыңыз тым қатты немесе тым жұмсақ болып қалмауы қажет, орташа қаттылықта болуы керек. Илеп болғаннан соң қамырды міндетті түрде 10 минут тындырып аламыз. Тынған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, жеке-жеке жаятын боламыз. Қамырды өте жұқа қылып жаюды қажет емес, сәл қалыңдау болса болады. Содан соң қамырды жайып болғаннан соң міндетті түрде 82% майды ерітіп жағамыз. Маргарин жағуға да болады, бірақ менің кеңесім сіздерге 82% май жақсаңыздар, қамырларыңыз өте керемет күшті болып шығады. Майды барлық жеріне тигізіп жағамыз, жақ болғаннан соң сол жерде қалдырамыз. Бетіндегі жаққан майымыз қата бастау керек. Сол қата бастаған кезде екінші қамырымызды жайып үлгеріп, осы қамырдың бетіне тағы да екінші қамырымызды төсеп, бетіне тағы да май жағамыз. Бұл кезде де майымызды жағып болғаннан соң сәл қатқанын күтеміз. Қата бастаған кезде тығыздап, арасын қысып, орайтын боламыз. Сол кезде сіздің кескен кезде самсаларыңыздың қамырдың арасы ашық болып қалмайды, өте керемет болып шығады. Қамырларыңызды осылай жақсылап орап болғаннан соң пакетке салып, холодильникке немесе морозильникке, тоңазытқышқа 30 минутқа немесе 40 минутқа жібереміз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына өздеріңіз қалаған кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Мен осылай етті турап, қосқанды жөн санадым. Келесі кезекте пияздарымызды да турап, барлығын бір ыдысқа біріктіріп, қоспаларын қостым, яғни бір қасық тұз, зіре қосуды ұсынамын. Зіре өте керемет хош иіспен ерекше дәм беретін болады, және де бұрыш қосып, барлығын араластырып дайындадым. Қамырды тоңазытқыштан алғаннан соң кесеміз, яғни өзіңізге керекті қалыңдықта кесіп дайындап аламыз. Мен көріп отырғандарыңыздай арасы қамырлар бөлек-бөлек болып көрініп, қатпарлары байқалып тұр. Өзіңізге керек мөлшердегі қамырларыңызды пісіріп, артылса, морозильникте сақтай берулеріңізге болады, кез келген уақытта алып жасай бересіздер. Және де қамырды жаятын кезде ұнсыз жаямыз, себебі самсаларыңыз піскен кезде қатпарлары көзіңізге анық көрініп, айқын байқалу үшін ұнсыз жаямыз. Қамырларымызды осылай жайып дайындап алғаннан соң салмаларымызды салып бастаймыз. Кез келген салманы қолданамыз. Барлығын салып болғаннан соң өзіңізге ұнаған формада түйеміз. Мен де осылай үшбұрыштылап түйдім.
барлық жерін қысып, ашылып кетпеу керек. Ашылса суы шығып жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қысып барлық жерін жауып түйіп шығамыз. Самсамыздың барлығын түйіп дайындап алғаннан соң арнайы ыдысымызға майлап барлығын салып орналастырамыз. Немесе пергамент қағазға орналастырсаңыздар болады. Содан соң міндетті түрде жұмыртқа жағамыз. Қалауыңызша мак немесе күнжіт сеуіп десеңіздер де болады. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста самсаларымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Міне самсаларымыздың барлығы пісті, қатпарлары айқын көрінеді. Өте қатпарлы, өте дәмді, қош иісті самса болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын, ас болсын. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.